Достар, бүгін сіздерге өте тойымды, біз осы пигоди дайындағанда 2 күн жейтін боламыз. Себебі өте тойымды және де дәмді пигодидің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге бірінші қамырын дайындау керек. Жылы суға 1 шай қасық тұз, 2,5 шай қасық дрожждың срогы өтіп кетпесін, көтерілмей қалады. Және де 2 шай қасық қантыңызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұныңызды қосасыз. Ұнды мен грамын айтқан жоқпын, себебі әр ұнның өзінің сапасына, несіне қарай, сортына қарай бөлінеді. Сондықтан да жұмсақ қып илейсіздер қамырды, тек қолға жабыспаса болғаны. Осылай жұмсақ қып илеп, бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Қазанға майымызды қыздырып, май құямыз, және де мен 500 грамм фарш алдым. Міндетті түрде емес, 500 грамм аз қоссаңыздар да болады, көп қоссаңыздар да болады. Өздеріңіз қалай жақсы көресіздер, солай жасасаңыздар болады. 500 грамм фарштың үстіне 2 шай қасық тұз салдым, тоже по вкусу. Және де мен 1 средний капустаны майдалап турадым. Фаршыңызға қарай примерно капустанты өздеріңіз турайсыздар. Көп болып кетпеу керек, бірақтан да аз да болып қалмау керек. Капуста ол суға айналып, жоқ болып андай кішірейіп кетеді. Қара бұрышыңызды да по вкусу қосасыз да, піскенше қақпағын жауып қоясыз, орташа отта пісіресіз. Капуста мен етіңіз піскеннен кейін мен морозильникте петрушка сақтап қойғанбын. 2 ас қасық петрушкамды қостым. Егер сізде петрушка жоқ болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Енді салмамыз суығанша біз қамырымызды дайындайық. Мінекей осылай, дәл осылай мен 1 рет қамырды қайырған болатынбын. Мынау 2-ші рет қайырып отырмын уже 1 сағаттың ішінде. Қамырымды мен мантаварканың 4 листіне 4-ке бөлдім. Яғни әр қамырдан сонда мен 8-ге бөліп, әр қамырды 8-ге бөліп, әр листке 8 пигоди дайындайтындай ғып жасадым. Сіздер 6-ға бөлсеңіздер де болады, үлкендеу ғып жасасаңыздар да болады. Енді қамырдың әр қайсысын осылай дөңгелетіп дайындаймыз, және де әр қайсысын жұқалау қылып жайып шығасыздар. Жайып болғаннан кейін ортасына толтырыңқырап салмасын саласыздар. Түйген кезде міндетті түрде қатты қысу керек, себебі мантаваркаға салған кезде ол ашылып кетпеу керек, пісіп жатқан кезде. Осылай қатты қып қысасыздар, және де мантаваркаға салғанда әр листі міндетті түрде майлаңыздар, асты жабысып қалмау керек. Мінекей мен барлығын түйіп болдым. Қыздар, сосын бәрін түйіп болғаннан кейін 10-15 минут осылай қойып қою керексіздер, ол көтерілу керек. Көтерілгеннен кейін бірақ 40 минут мантаваркада пісіріп аласыздар орташа отта. Енді чим-чим салатты дайындайық. Қызып тұрған майға 1 үлкен пиязды жұқалау турап қуырып алдым. Сәбізімді крупный теркадан өткіздім да, ыстық маймен пиязды осы сәбіздің үстіне құясыздар. 2 тіс чесногымды қостым, қара бұрыш, тұз, барлығын, соевый соус, барлығын өздеріңіздің по вкусу қоса беріңіздер. Мен көз мөлшерімен қосып шықтым. Және де мен 2 ас қасық қант қосамын, және кішкене ғана уксус қосып жіберемін. Егер де сіздерде мысалға қанттың дәмі, тұздың дәмі жетпей жатса, кейінірек сәлден қосып отыру арқылы қоссаңыздар болады, араластырып алып. Мінекей чим-чим салатым да дайын болып қалды. Енді 40 минутта жаңағы піскен пигодиімнің ортасын көрсетейін. Ортасын бары жақсы пісті, жақсы ашылады, қолмен ашып жіберсеңіздер де болады. Жақсы көтерілген. Міндетті түрде жаңағыдай мантаваркада қойып қою керексіздер. Майонез, кетчуп жақсаңыздар болады ортасына. Кішкене сочный болады, прям дәмі күшті болады майонез, кетчуп. Міндетті түрде салыңыздар. Одан кейін осылай сәбіз салатыңызды сала бересіз. Қараңыздар, видеоның өзінде прям өте дәмді, сочный пигодиді көріп отырсыздар. Енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай
және дәмді. Менің каналыма жазылуды да ұмытпаңыздар.